Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, әрі тез 5 минутта дайын болатын шоколадты маффинді жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды таза құрғақ ыдысымызға салып, оның үстіне қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Келесі кезекте ертілген сары майымызды және сұйық майымызды қосып, сұйық қоспамызды жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте бізге сүтімізді қосамыз. Сүттің температурасы және проценті маңызды емес. Дайын болған қоспамызды жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте бізге құрғақ қоспамызды дайындау қажет болады. Ол үшін бізге ұнымызға қопсытқыш және ванильді сахар, какао ұнтағын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздегі құрғақ қоспамыз дайын болды. Енді бізге сұйық қоспамызға құрғақ қоспамызды жақсылап араластыратын боламыз. Бұл өте маңызды, себебі біздің көтеріліп, жақсы пісуі үшін жақсы араластыру өте маңызды. Енді бізге ұнтақталған шоколадымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді бізге осы уақытта формамызды дайындау қажет болады. Формамызға дайын болған массадан 2 ас қасықтан толтырып құятын боламыз. Бізге осы уақытта пешімізді қосып дайындап қоямыз. Пештің температурасы 180 градус, 180 немесе 190 градус болу керек. Енді дайын болған сұйық массамызды пешке 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Бізде шоколадты маффиндер дайын, өте дәмді, тез дайын болады. Егер рецепт ұнаған болса, лайк, комментарий жазып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.